Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Көптен бері обзор түсірмей кеттім. Бүгін тағы бір фильмге обзор түсірмекпін. Бүгін өзі 1-ақ сағаттық фильм, «Убийство Ханыджи» деп аталатын фильм. Сол туралы обзор, сондықтан да видео өте бір қысқа да нұсқа болуы мүмкін. Сонымен бастайық. Фильм қыз бен жігіттің үйлену тойынан басталады. Күйеу жігіт пен енесі құшақтасады, яғни қыздың анасы мен күйеу жігіт екеуі. Сол кезде жігіт енесіне енді ешқашан қош бол деп айтпаңыз дейді. Содан кейін бізді бұрынғы шақты көрсетеді бізге. Соғыс жылдарынан кейін бас кейіпкер жігіт жаңа мектепке келеді. Соғысқа байланысты мектепті бітіре алмағандықтан ол 20 жасында мектепті бітіруді көздеп оқушы болып келеді. Сол кезде ол сол жерде болашақ ерлі зайыптылар кездеседі. Жігіт соғыстан ата-анасынан айырылған, ал болашақ әйел болса анасымен және ауытқуы бар тәтесімен бірге тұрады. Сол кезде жігіт болашақ енесімен кездесіп, балалық шағын еске түсіреді. Жігіт кішкентай кезінде қарындасын күріш бәліштерін сатып тұрған әйелге тастап кетеді, яғни болашақ енесіне. Бала күріш бәліштерін ұрлап кетеді, алайда әйел баланы тауып алады, екеуінің тағдырлары ұқсас. Бала ата-анасынан айырылса, ал әйел ата-анасынан да күйеуінен де айырылған. Содан екеуі жақын бола бастап, бала соджу, яғни кәрістердің арағы, ал әйел күріш бәліштерін сатып бастайды, екеуінің саудасы бірге жақсы жүріп бастайды. Содан қазіргі шақты көрсетеді бізге. Ал қазіргі кезде жігіт қыздың үйіне тамақ ішуге келеді. Қыз жігітке үйге келіп тұр, ер адамның көмегі бәрібір керек дейді. Солай ол қыздың анасына жақын болу үшін келіп тұрады. Солай бұрын кішкентай бала мен әйел саудамен айналысып жақын бола түссе, енді үлкейген жігіт пен сол баяғы әйел екеуі жақын бола түседі. Жігіт әйелдің үйіне күнде келіп жүреді. Жақын маңда қарақшылар пайда болған деп жігіт әйелге қаруды сыйлайды. Солай тапаншаны қолдана алмаймын деп керек емес дейді. Бірақ жігіт әйелге тапаншаны қолдануды үйретіп бастайды. Сол кезде қызы өзіне үйретуін сұрайды, үйренеді. Бірақ жігіттің бүкіл көзі әйелде, яғни болашақ енесінде. Қыз жігітке ғашық болып бастайды, ал жігіт болса намек тастағандай болашақ енесіне алғашқы махаббат деген кітапты сыйға береді. Ал қызы болса әйелдің жігіт кітапты өзіне қалдырды деп ойлайды. Оның алдында қыз жігітке хат жазып сезімін білдірген еді. Кітап соған жауап деп ойлап бақыттан бас айналады. Әйелдің де бар ойы жас жігіт. Басы қатқан әйел қызы мен сіңілісін алып көшіп кетеді. Біраз уақыт өтеді. Қызы анасына жігітіммен мен таныстырамын дейді, ал жігіті болса сол баяғы өзі білетін жас жігіт. Қыз анасына үйленетінін айтады, әйел жігітті үйлендіруінен қайтаруға тырысады. Бірақ жігіт Несуды сүйетінін, оны бақытты етемін дейді. Оны естіп қалған қыздың бақыттан басы айналады. Содан фильмнің басындағы жерге келеміз. Екеуі үйленеді. Содан төртеуі бірге Ханыджиге бармақ болады. Пикникте жігіт әйелінің анасының балалық шағы өткен жерге барады. Содан әйел ұйықтап қалады. Жігіт жанына жайғасып, қолынан ұстап отырады. Ол да ұйықтап жатқандай болып. Солай екеуінің мұнысын қызы көріп қалады. Қызы бәрін түсініп қояды. Қызы күйеуімен бірге басқа қалаға кетіп, мұның барлығын ұмытқысы келеді. Күйеу әрине оған келіспейді. Әйелден алыстағысы келмейді. Қызы анасына оны күйеуімен бірге көргенін айтады. Сол кезде үлкен әңгімелер болады, ұрыс-керістер болып жатады. Ал ауытқуы бар әйел, сіңілісі, жаңа әйелдің сіңілісі ауытқуы бар әйел, қаруды тауып алады. Естеріңізде ғой, жігіт қару сыйлаған еді ғой, соны. Содан әпкесін атып салады, жаңа үлкен әйелді. Ал әйел қызынан кешірім сұрап, мені тек юна ғана түсіне білді дейді, яғни күйеу баласын айтады. Содан жігіт жылап, сіз менен кете алмайсыз, мен сізді сүйемін дейді енесіне. Әйел жігіттің құшағында қайтыс болады. Оның өліміне шыдай алмаған жігіт те өзін атып салады. Сонымен қыз жаңағы тәтесімен бірге қалады. Сонымен фильм өз мәресіне жетеді. Осындай бір қысқа да нұсқа, 1 сағат 7 минуттан тұратын «Убийство в Ханыджи» деп аталатын фильм.
М, білмеймін, бұл қызық фильм болды. Өйткені мүлдем бір-біріне келмейді. Өйткені мысалы анау әйел мен жігіттің екеуінің арасы ұзақ, үлкен да. Одан кейін ең алғаш кездескен кезде де бала өте кішкентай, шамамен 9-10 жастарда болса, ал әйел енді үлкен, бір 40-тардағы әйел. Сондай бір махаббат қылып қойғандары өте қызық. Қалай ойластырды, неге бұлай жасады деп те таңғаласың әрине. Дегенмен де осындай фильм шыққан екен. Бұл 2013 жылы шыққан фильм. Егер обзор ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Мұндай махаббат туралы ойларыңыз қандай, оны да қалдыра кетіңіздер. Әрине, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.